Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен үй жағдайында дайындалатын мастиканың рецептісімен бөлісетін боламын. Дүкеннің мастикасынан ешқандай айырмашылығы жоқ, сол себепті жасап көріңіздер. Ең алдымен кесемізге ыстық суымызды құйып алып, оның үстіне желатинімізді салып араластырып, микроволновкаға 10 секундқа жібереміз. Біздің балымыз бен желатинімізді жақсылап араластыруымыз керек. Ыстық суды үлкендеу ыдысымызға құйып, бал менен желатинімізді осы ыдыстың үстіне қойып, жақсылап араластырамыз. Барлығы біркелкі болып араласуы қажет. Бізде осылай біркелкі болып араласып шықты. Енді сахарный пудрамыздың үстінен сұйық массамызды құйып, лопаткамызбен араластырамыз. Одан соң қолымызбенен қамыр илеген тәрізді етіп, барлығын біріктіріп аламыз. Қамырымыз біркелкі қолымызға жабыспау үшін кукурузный крахмалды осылай сеуіп, үстінен дайын болған массамызды салып, қолымызбенен осылай қамыр тәрізді етіп илеп аламыз. Қолымызға жабыспайтындай болуы қажет. Кукурузный крахмалды көбірек қоссаңыздар да болады. Оның ешқандай зияны жоқ. Міне достар, біздің мастикамыз дайын. Енді ауа өтпейтіндей етіп, салафанымызға салып, холодильникке жарты сағатқа салып қоямыз. Жарты сағаттан соң алып, пайдалана берсеңіздер болады. Бізде жарты сағат өтті, достар, қараңыздар. Менің мастикам осындай дайын болып шықты. Енді өзіңізге қажетті бөлігін кесіп алып, әртүрлі форма салып жасасаңыздар болады. Және қалған мастикамызды холодильникте 1 айға дейін сақтауға болады. Ішіне ауа өтпесе болды. Келесі осылай мастикамызды оқтауымызбенен жайып аламыз. Ұнды емес, кукурузный крахмалды пайдалану міндетті. Енді өзіңіздің қалауыңыз бойынша әртүрлі фигураларды салып, осылай кесіп алсаңыздар болады, достар. Мен осындай үйдегі бар заттарды пайдаланып сіздерге көрсетуге тырыстым. Сіздер өздеріңіздің қалауыңыз бойынша фигураларды жасасаңыздар болады. Және үлкендеу етіп кесіп алып, кондитерский фломастермен жазсаңыздар болады. Осы мастикаға әртүрлі краскаларды пайдалана отырып, түсін өзгертсеңіздер болады, достар. Осымен менің өте керемет үй жағдайында дайындалатын, қол жетімді заттардан жасалатын мастикамыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер, достар. Менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.